41 жылғы келіншек. Сен мені танымай қалдың ба? Неге үндемейсің, Мақсұт? Ол да тіл қатпады. Босағада тұрды да қойды. Бір-бірімізді көрмегелі 30 жылға жуық болды, Мақсұт. Сен соғысқа кеткенде мен 28 едім ғой. Ол үндемеді. Қартайдым, Мақсұт. Ал сен дәл осыдан 30 жыл бұрынғы қалпындасың. Ол үндемеді. Танымадың ба, Мақсұт? Мен Қадишамын ғой. Сені әне келеді, міне келеді деп отыр едім. Жұрт көрсе сенің менің балам дер. Сен сірә сол сөзден қорқып тұрсың ғой. Ол үндемеді. Босағада тұрғаның қалай, Мақсұт? Төрге шық, өз үйің ғой. Қадиша Мақсұтты қолынан ұстап төрге алып шықпақ болып ілгері аттайын деп еді, орнынан қозғалмады. Арада 2 адым жер, бірақ алынбас асу сияқты. Жілік-жілігіне қорғасын құйып, жерге қағып қойғандай тырп етуге дәрмен жоқ. Ал Мақсұт табалдырықта әлі тұр. Сенің келгенің жақсы болды, Мақсұт, дейді Қадиша. Туылсың Шалабайдың қорлығына шыдай алмай, сен айқайлап тұрып шақырып ем, естіген екенсің. Шалабайдың былтыр күйеуге тиген қызы төркініне түсе келіпті. Ол қызы сен көрген жоқсың. Мұнда туған бала ғой. Қағынып былтыр байға қашып кеткен. Шалабай қызына, енді сенің өлігіңді ғана көрейін деп еді. Бәленіме құдасы бақуат неме екен. Шалабайдың көмейіне тас тығылған қасқырдай болды да қалды. Тас қуып тапқанында ит жегір. Мейлі ғой, қыз жат жұрттық. Күләй тұрмақ сенің жалғыз қызың Жанарда. Әлде қашан тұрмыс құрып балалы шағал болып кеткен. Қолыма көшіп кел, жалғыздан жалғыз қайтып отырасың деп мың айтып жалынды бармадым. Мақсұттың үйінің түтіні өшпесін деп отырмын. Осында деді. Ой, алжыған басым бірде айтып, бірне кеткенім. Бәрі анау Шалабайдың қызы Күләйдан шықты ғой. Күләй күйеуімен келіп түсті. Ауыл болып жиналдық. Күйеу мен Күләй алып келген қоржынның аузын өзім ашамын ғой деп отырғанмын. Ата жағынан алғанда менен жақын кімі бар? Шалабайдың. Аталастың сол Мақсұттың үйіне жақын ешкім жоқ қой. Бірі білсе, бірі білмейді. Айдалада Ақшай кемпір ұстады қоржынның аузын. Ақшай кемпірдің бүгінде мұрнынан есе құрт түседі. Шалы қасында 3 бірдей келіні қызметін істеп тұр. Шипірлеп 8 бөлмелі үй салдырған. Балаларының бас-басына мотоциклі бар. Шалабай шіркіні сенің інің, менің қайным ғой. Қайын болмай қатта қалғыр. Қоржын маған ұсатуға жарамады. Бұрын бір құдайдың басқа салғана көніп тоқшылықты да көріп көндік қой. Бас қой мына бас. Бірақ ана қорлыққа шыдамадым. Әй шырақ деді Шалабайға, аруақ атып кетпесін дедім. Егер Мақсұт болса, мен кіммін? Қадиша болар едім. Алдымнан көлден жүрмеседің сен шірк дедім. Мақсұт жоқ болған соң сен сияқты жетім кемпірді елемейсің дедім. Мен сияқты жетім кемпірді елемейсің дедім. Аруақ атқыр болмасаң анау Ақшай кім? Мен кім дедім. Жөн білмейтін қандай көргенсіз едің дедім. Тұқшиып төмен қарап жер шұқылайды, жерге кіргір. Ал әлгі Ақшай қотырсын, алдартынан бәрін жалмаған қақпас деді мені. Өліп қалмай жападан жалғыз неғіп отырсың, қоржынның аузын ұстаған сенің етең қақпас деді. Әй Ақшай дедім менде, қаным қарайып кетті. Алдартын жалмап жалмауыз болайын деп Құдайдан тілеген жоқпын дедім. Мақсұт көппен бірге әскерге кетті. Сенің байын құрақ бас құсап әскерден қашып 3 жыл бойы тауда тақы болып жүрген жоқ дедім. Қызым Жанар болса тұрмысқа шықты, Құдайға шүкір, қазір балалы шағалы дедім. Өзім болса Мақсұттың отын өшірмей түтін түтетіп отырмын. 40 жыл болған қырғын болса да ажалды өледі. Кебене киген әйтеуір бір келеді. Мақсұт үйден кебін киіп аттанған жоқ қой дедім. Оны мен семіз деп сойған жоқпын. Етті сатқан жоқпын деп қайдан қақпас боламын дедім. Сөйтіп ем, сорлысың сорлы деп Ақшай ерін шығарды. Ерінің күйдіргі шыққыр. Тағы 30 жыл күт келеді Мақсұт деп кекетті. Күтемін дедім. 100 жыл күтемін дедім. Сөйттім де ызаға шыдай алмай айқай салып далаға атып шықтым. Қайдасың Мақсұт деп айқайладым. Үйге енді кіріп отырғаным да осы еді. Сен келіп қалдың Мақсұт. Ақшай енді не бетін айтар екен бәлем. Кімсініп қыздан келген қоржынның аузын ұстап дәреже жетісіп еді. Енді қара бет болды, қараң қалғыр. Ол үндемеді. Бәрін тыңдап босағада әлі тұр. Неге үндемейсің Мақсұт деп Қадиша сонда шыңғырып жіберді. Қадиша өз даусынан өз шошып оянды. Кәдімгі үйді жалғыз өзі. Таң атып қалыпты. Сиырды сауып табанға қосатын уақыт болыпты. Шынынан тағы да түспе, деді өз-өзіне. Шынынан Мақсұт бір тіл қатпады ма деп өз-өзіне. Ал шындығында Қадиша Ақшайды көрген қорлығын арыз етіп айтқанда, сол түсте Мақсұт сай сүйегі сырқырап егіліп еді. Қаншама жұбату сөздер айтып еді Қадишаға. Бірақ өлгендердің көзінен еш уақытта жас шықпайды. Өлгендердің сөзін тірілер еш уақытта ести алмайды. Ал Қадиша болса, Мақсұт тым болмаса түсімде көргенде неге бір тіл қатпадың деп әлі аң-таң.